Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 5-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 5-6 сабақ бала қиялы деп аталады. Сабақтың оқу мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтарға жауап беру. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Миға шабуыл әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап береміз. Әлемге танымал қандай суретшілерді білесің? Қазақ суретшілерінен кімдерді білесің? Олардың қандай картиналарын көрдің? Қай өнер адамына қиял ерекше әсер етеді деп ойлайсың? Неге? Оқушылар, жауаптарымызды дыбыстық толқынмен WhatsApp желісіне жібереміз. Үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Мына суретшілердің қайсысы таныс? Олар туралы, олардың шығармашылығы жайлы не білесіздер? Дұрыс айтасыздар балалар. Бірінші суретте көрсетіліп тұрған ол Әбілхан Қастеев атамыз екен. Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі екен. Әбілхан Қастеев атамыз бір бастаған картинасын аяқтамай орнынан тұрмайтын төзімді адам болған екен. Оқушылар, екінші суретші Гүлфайрус Мәнсүрқызы Исмаилова апамыз екен. Балалар, 1923 жылы 15 желтоқсанда Алматы қаласында дүниеге келген екен. Қазақ кескіндемешісі, театр және кино суретшісі, қазақ кср-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері екен. Ал үшінші суретші Леонардо да Винчи, Италияның ұлы суретшісі әрі ғалымы екен. Атақты Мона Лиза суретін салған суретші. Оқушылар, оқулығымыздың 101-ші бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударамыз. Екінші тапсырмада берілген сөздердің мағынасына жуық келетін синоним сөздерді анықтайсыздар және дара не күрделі зат есімге жататынын табасыздар. Зат есім мағынасына қарай деректі зат есім, дерексіз зат есім болып бөлінеді. Деректі зат есім көзбен көрінетін заттың атауы, мысалы жүзік, ақша. Ал дерексіз зат есім оймен білінетін ұғым мен құбылыс атауы екен. Мысалы адамгершілік, абырой. Ендеше оқушылар, бүгінгі тілдік бағдарға байланысты тапсырмалар орындаймыз. Зат есімдер берілген, міне осы зат есімдерді деректі не дерексіз екенін ажыратып жазасыздар. Әр шығармашылық иесінің өмірде өшпес із қалдыратын өз жолы бар. Қасымбек ағаның балалық шағы сонау дүниежүзілік соғыс алапатымен тұстас болды. Ол алғаш мектеп табалдырығын аттағанда қолына ұстаған қаруы сиясауыт болатын. Бәлкім, қазір де суретті гуашпен салғанды ұнататыны сондықтан болар. Балалық шағым соғыстың қиыншылық кезеңіне тап болып, сурет салуға қылқалам таппайтынбыз. Сурет салуға ынтық болғанымыз сонша, есектің құйрығынан не аттың жалынан қыл қалам жасап, сиясауыттағы сияға батырып бояйтынбыз деп Қасымбек аға алыста қалған жылдарды сағына еске алады. Мектепте жүргенде қабырға газетін сиямен бояп көркемдедік. Ауылдан 7 шақырым жердегі Ақтан мектепке жаяу баратынмын. Ақтан деуіміздің себебі мектеп күллі ауылдағы сырты әкпен ақталған жалғыз үй болатын. Ол кезде сағат деген атымен жоқ. Шамамен жобалап барамыз. Жаяудың қайбір жүрісі өнсін, кейде кешігіп барамын. Бірде кешіккеніме ашуланған мұғалім қатты жазалағаны әлі есімде. Сонда қазіргідей үйге жылап баруды білмейміз. Керісінше, білімге құштарлана түсеміз, деді ол. Оқушылар, сіздер суретші Қасымбек Нұрбеков туралы тыңдалым мәтінмен таныс болдыңыздар. Ендеше оқулығымыздың 101-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінде айтылған ақпараттың дұрыстығын тексер, қатесі болса ойыңды дәлелде. Бұл тапсырманы ауызша орындаймыз. Келесі оқу тапсырмасы газет, журналдар, энциклопедия, танымдық кітаптардан ғажайып суретші тақырыбында жинақы мәтін жазасыздар. Сөз саны 60-70 сөз болуы керек. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.